Жамағаттан мынадай сұрақ келіпті. Осы кейде біз намаз оқып тұрған кезімізде ракағат санын ұмытып қаламыз, шатастырамыз, күмәнданып қаламыз. Осындай кезде намазды қалай оқимыз, қалай жалғастырып, қалай аяқтаймыз? Осыны түсіндіріп берсеңіз депті. Әрине бұндай жағдай көпшілік намазхандардың басына келетін жағдайлардың бірі. Жалпы ракағат санын шатастыру, ұмыту, жаңылысу, қателесу екі жағдайда болады. Бірінші жағдай намаздың ішінде, яғни намазды сәлем беріп аяқтамастан бұрын намаздың ішінде, ортасында ракағат санын шатастыру, күмәндану, ұмыту. Екінші жағдай намаздың ішінде емес, намаздың ішінде ракағат санын шатастыру, ұмыту деген жоқ. Намазды сәлем беріп болып аяқтағаннан кейін шатасу, күмәндану, жаңылысу. Енді бірінші жағдайдың өз ішінде үш мәселесі бар, екінші жағдайдың өз ішінде екі мәселесі бар. Бірінші жағдайдың бірінші мәселесі, бір адам намаз оқып жатқан кезде ракағат санын шатастырса, ұмытып қалса, қай ракатты оқып жатқан нақты есіне түсіре алмаса, және де өмірінде алғаш рет осылай жағдайға түскен болатын болса, онда ол кісі намазын бұзып, бастан жаңадан тәкбір алып намазын оқиды. Яғни намазын жалғастыра алмайды. Бұған Ибн Әби Шайбаның мұсаннафында сахаба Омардың баласы Абдуллахтан келген мына бір хабар дәлел бола алады. Ол хабарда Абдулла намазда 3 ракағат, немесе 4 ракат оқығандығын шатастырған кісі жайлы былай дейді. Юиду хатта яхфаз. Ол кісі қанша ракат оқығандығын есіне түсіргенге дейін намазды қайтадан оқиды дейді. Бірінші жағдайдың екінші мәселесіне келетін болсақ, адам намазда ракағат санын шатастырса, күмәнданса, ұмытып қалса, және бұл қайта-қайта қайталанған болса, ақыр соңында әдетке айналған болатын болса, және де 100% қанша ракат оқығандығы есінде жоқ, бірақ 100%-ға жақын басым ой, жүрегі қанағат еткен ой бар болатын болса, онда сол ой бойынша амал етіледі. Мәселен, 3-ші ракағат, немесе 4-ші ракаттың Фатиха сүресін оқып жатырмын ба? Немесе 3-ші ракағат, немесе 4-ші ракаттың сәждесінде жатырмын ба деп шатасса, ол кезде қараймыз, егер 100%-ға жақын басым ой бар болатын болса, мәселен, менің ойымша бұл 4-ші ракат секілді. Мәселен, 80% 4-ші ракат деп ойлады, 20% 3-ші ракат. Және сол 80%-да басым ой бар болатын болса, жүрегі соған қанағат етсе, онда бұл кісі басым ой бойынша амал етеді, онда 3-пе, 4-пе деген кезде 4-ші ракат ол кісі үшін болып саналады. Олай болса 4-ші ракатты оқиды, бірақ 4-ші ракатты отырған кезде саху сәжде жасап намазды толықтырады. Немесе керісінше 2 оқыдым ба, 3 оқыдым ба деп шатасса, бірақ басым ой 3-ші ракатта болатын болса, онда 3-ші ракат бойынша амал етіліп, осы 4 ракат намазды аяқтап, соңында саху сәждемен аяқтайды. Бұған Сахих Бухари және Сахих Муслимде сахаба Ибн Масғудтан келген пайғамбарымыздың мына бір хадисі дәлел бола алады. Ол хадисте пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Иза шакка ахадакум фалятахаррас сауаб, валютимма алейхи, сумма лиюсаллим, сумма лиясджуд саждатайн." Кімде-кім намазда шатасса, қайсысы дұрыс екенін ойлап, намазды жүрегі қанағат еткен ой бойынша толықтырсын. Сәлем беріп, 2 қателік сәждесін, яғни саху сәждесін жасап, намазды аяқтасын дейді. Бірінші жағдайдың 3-ші мәселесіне келетін болсақ, ол 3-ші мәселе дәл сол 2-ші мәселе секілді. Адам намазды қайта-қайта қателеседі, ақыр соңында әдетке айналған болса, бірақ 100% нақты қай ракатты оқып жатқандығы есінде жоқ, және 100%-ға жақын басым ойда жоқ. Яғни 3-пе, 4-пе деген кезде 50% 3-ші ракат оқып жатырмын деп жатыр, 50% 4-ші ракат оқып жатырмын деді. Осындай кезде не істейді? Ракағат саны аз болған санды алып, сол бойынша амал етеді. Мәселен, 3-пе, 4-пе дегенде ол кісі не істейді? 3-ші ракат болып саналады, сақтық ретінде 3-ші ракатта тұрып, намаз Фатихасын оқыған соң 3-ші ракатта отырып ат-тахият оқиды. Негізінде кәдімгі намаз, 4 ракаттық намазда да 3-ші ракатта отырыс жоқ. 2-ші ракатта отырыс бар, сосын 4-ші ракатта соңғы фарз отырыс бар. Бұл кісі 3-ші ракатта отырады. Себебі бұл 3-пе, 4-пе дегенде біз сақтық ретінде ракағат саны 3 деп алдық. Негізінде бұл Алла Тағаланың ілімінде, құзырында бұл 4-ші ракат болу ықтималдығы да бар. 4-ші ракат болу да мүмкін. Сондықтан
Бұл сақтық ретінде 4-ші ракатта соңғы отырыс фарз. Сол соңғы отырысты тәрк етпеу үшін, соңғы отырысты жоғалтып алмау үшін 3-ші ракатта отырады. Сол 4-ші ракат болып қалу ықтималды болғандықтан. Сосын 4-ші ракатқа тұрады. 4-ші ракатты оқиды. Не үшін 4-ші ракатқа тұрады? Себебі бұл кісі 3 пе 4 пе дегенде біз ең азы 3 деп алдық. Бәлкім бұл 3 деп алғаны шынында 3-ші ракат болып саналуы мүмкін. Ал бір ракат қалып кетпесін, 4-ші ракатта соңғы отырыс бар. Сол соңғы отырысты тәрк етпеу үшін, намазы бұзылып кетпеу үшін 4-ші ракатқа тұрады. Қалған ракағаттарда сол секілді. Бұған Ибн Маджаның сунанында, имам Термизидің сунанында сахаба Абдурахман ибн Ауфтан келген мына бір хадис дәлел бола алады. Ол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім намазда бір ракағат немесе 2 ракағат оқыдым ба деп шатасса, нақты есіне түсіре алмаса, онда бір ракағат бойынша алып намазын толықтырсын дейді. Немесе кімде-кім 2 ракағат немесе 3 ракағат оқығанды жайында шатасса, 2 ракағатты алып, сол 2 ракағат бойынша намазын оқысын дейді. Немесе кімде-кім 3 пе 4 пе деп шатасса, 3-ші ракат деп алып, сол 3-ші ракат бойынша намазын толықтырып, намазын соңында саху сәжде жасасын дейді. Енді бұл бірінші жағдайға қатысты 3 мәселе. Екінші жағдайға қатысты 2 мәселе келетін болсақ, екінші жағдай, яғни намаздың ішінде шатасу, жаңылсу жоқ, намаз сәлем беріп болғаннан кейіннің 2 мәселесі бар. Бірінші мәселесі, намаз сәлем беріп болғаннан кейін күмәндана бастады. Бұл мен 4 ракаттық парыз намазды 3 ракаттан аяқтаған сияқтымын. 1 ракат қалып кеткен секілді деп күмәнданса, бірақ қанша ракат оқығандығы қалып кеткендігі нақты есіне түспесе, онда бұл күмәні жарамсыз болып салады, намазды қайтадан оқудың қажеті жоқ. Намаз дұрыс болып саналады, не істейді? Шайтанның азғыруына берілмейді, нақты есіне түскен жоқ. 1 ракат қалып кеткендігі, олай болса бұл кісі намаз дұрыс болып саналады, не істейді? Күмәнға ой бермей, намазын қайтадан оқымай, осылайша шайтанға жол бермей, өзінің шубханы алдын алады. Екінші мәселесі, сәлем беріп болғаннан кейін есіне түсті. 100% есіне түсті. Бұл мен 4 ракаттық намазды 3 ракаттан аяқтадым. 1 ракат қалып кетті деп нақты есіне түссе, қараймыз. Екі жаққа сәлем беріп болғаннан кейін намазды бұзатын амалдардың бірін істемесе, мәселен, қабыладан бұрылып кетпеген болатын болса, сөйлеп қоймаған болатын болса, немесе дәреті бұзатын амалдардың бірі, ондай кезде не істейді? Екі жаққа сәлем берсе де, бұл намазды 3-ші ракаттың үстіне 1 ракат қосып жалғастыруға кедергі емес, тұрып 4-ші ракатты оқиды, намаздың соңында саху жасап, намазды аяқтайды. Ал егер сәлем беріп болғаннан кейін мешіттен шығып, денесі бұрылып, сөйлеп қойса, дәреті бұзылса, есіне түсті. Мен бұл 4 ракат намазды шынында 3 ракаттан аяқтаппын. 1 ракатым қалып кетті дейтін болатын болса, онда келіп отырып, 3-ші ракаттың үстіне 1 ракат қосып намазды жалғастыра алмайды. Себебі намазы бұзылды. Олай болса, бастан жаңадан тәкбір алып 4 ракат оқиды. Қорыта айтатын болсақ, жалпы ракағат шатастыру 2 жағдайда болады дедік. Бірінші намаздың ішінде, екінші намаздың тысында. Бірінші жағдай өз ішінде 3 мәселесі бар, екінші жағдайдың өз ішінде 2 мәселесі бар. Қорыта айтқанда 5 мәселе бар. Өткенде бір бауырым айтады, менің бір үлкен апайым бар дейді. Ол кісі намаз ұзақ оқиды дейді. Сонда мен ол апайдан сұрадым, неге намаз ұзақ оқисыз деп сұрағанымда, ол былай деп жауап берді дейді. Осы намаз оқып тұрған кезде ракағат шатастырам, ұмытып қалам дейді. Сол себептен сақтық ретінде 2 ракатты тағы қосып оқимын дейді. Бұл апайға Алла разы болсын, ниеті жақсы, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, соллу кама раайтумуни усолли дейді пайғамбарымыз. Мен қалай намаз оқысам, сендер солай оқыңдар дейді. Егер біз пайғамбарымызды көрсеткенде намаз оқитын болатын болсақ, намазымыз дұрыс болып саналады. Олай болса, осындай кісілер жоғарыда аталған 5 мәселені жаттап алып, сол 5 мәселеге қарай намаздарын жалғастырса, сүннетке сай болып саналады. Алла тағала біздің оқып жатқан намаздарымызды қабыл етсін, намазда шайтанның азғыруынан сақтасын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.